Қайырлы күн, құрметті көрермен, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан жұмысымызды бастаймыз. Тәрбиенің өзегі ұлттық құндылық негізі екені белгілі. Мемлекет басшысының тапсырмасымен оқу ағарту министрлігі соңғы 2 жылда білім беру ұйымдарында біртұтас тәрбие бағдарламасын енгізді. Бүгінгі кездесуіміз осы мәселеге арналып отыр. Тәрбие жұмысы бойынша мектептерге енгізілген жаңашылдықтар және оның нәтижелері туралы сөз қозғаймыз. Спикерлермен таныстырып өтейін. Оспан Еділ Сабырұлы, Қазақстан Республикасының оқу ағарту вице-министрі. Қалмақов Ерлан Болатұлы, оқу ағарту министрлігі, тәрбие және қосымша білім беру департаментінің директоры. Тәңірбергенова Анар Шынболатқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясының вице-президенті. Күзембай Бегдайыр Нығметұлы, Әкелер одағының Астана қаласы филиалының төрағасы. Данияр Маратұлы Ихсан Абай Құнанбайұлы атындағы 87-ші мектеп гимназиясының аға тәлімгері және Қозбаев Арсланбек Маратұлы 74-ші мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы смарт бала жобасында инновация жасаған. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер алаңызға. Еділ Сабырұлы, мемлекет басшысы ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында балалар арасында жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды дәріптеуге негізделген білім беру ұйымдарындағы тәрбие бағдарламасының маңыздылығы туралы айтты. Осы білім беру тәрбие беру бағдарламасы туралы жалпы осы бағдарламаның мақсат туралы айтып беріңізші. Рахмет, құрметті бүгінгі брифингке қатысушылар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Соңғы жылдары оқу ағарту министрлігі білім беру ұйымдарындағы тәрбиесіне ерекше назар аударып, педагогтер мен ата-аналарды өскелең ұрпақты еліміздің адал азаматы ретінде қалыптасуына жұмылдыруға басты мән беріп келеді. Осы мақсатта білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмыстары жүйеленіп, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес балалар арасында жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған нақты бетбұрыс жасалды. Тапсырманы орындау аясында оқу ағарту министрлігі қоғам өкілдерінің, сала мамандарының, білікті педагогтер мен тәрбие саласында еңбек етіп жүрген білім қызметкерлерінің қатысуымен біртұтас тәрбие бағдарламасын әзірледі. Бұл жұмыстарды жүйелі түрде ұйымдастыруға тікелей жауапты министрліктің тәрбие ісі жөніндегі департаменті құрылды. Бағдарлама 2023 жылы пилот ретінде барлық білім беру ұйымдарына енгізіліп, 2024 жылы оның мазмұны толықтай жаңартылып, барлық білім беру ұйымдарында іске асырылуда. Бұл жұмыстарға еліміздегі бала құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Динара Болатқызы Закиева, жүйеленген тәрбие жұмыстарында өзіндік тәжірибесі бар білім инновация лицей мектептерінің желісі белсенді қатысқанын атап өтеміз. Қазіргі уақытта еліміздегі 20 мыңнан аса білім беру ұйымдары, олар балабақшалар, 7 мыңнан астам мектептер, 700-ден аса колледждер осы тәрбие бағдарламасын іске асыруда. Бағдарламаның өзегі әділетті Қазақстан, адал азамат, озық ойлы ұлт идеологиялық үштағанымен астасып жатыр. Оның мазмұны ел президенті атап көрсеткен ұлттың жаңа келбетін қалыптастыратын 6 құндылыққа сәйкес жүйеленген. Бұл тәуелсіздік және отаншылдық, бірлік және ынтымақ, әділдік және жауапкершілік, заң және тәртіп, еңбекқорлық және кәсіби біліктілік, жасампаздық және жаңашылдық құндылықтары. 14 наурызда Бурабайда өткен ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында мемлекет басшысы тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, сондықтан біліммен қатар тәрбиеге айрықша назар аудару өте маңызды деп атап өтіп, құрылтай мүшелерінің алдағы уақытта осы бағдарламаны адал азамат деп атауды ұсынғанын және бұл ұсыныспен толық келісетінін қадап айтты. Алдағы уақытта адал азамат тәрбие бағдарламасы еліміздегі барлық білім ошақтарында, оның ішінде жекеменшік білім беру ұйымдарына енгізіліп іске асырылатын болады. Адал азамат бағдарламасының түпкі мақсаты қоғамның мызғымас тірегі отаншылдық, білімді жасампаз ұрпақ тәрбиелеу, әділеттіліктің, адамгершіліктің, жауапкершілік пен еңбек сүйгіштіктің айқын бейнесі болатын адал азамат қалыптастыру. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы тек қана білім беру ұйымдарындағы ғана емес, барлық мемлекеттік ұйымдардағы тәрбие жұмысына қатысты іс-қимылдың негізіне айналады. Сондықтан оқу ағарту министрлігі осы жұмыстарды бағдарлама аясында бір іздендіруді жүргізуде.
Бағдарлама мазмұнына сәйкес білім ұйымдарындағы тәрбие процесі құндылыққа және құзыреттілікке бағдарланған тәсілдер арқылы іске асырылады. Бұл туралы біз бұдан бұрынғы брифингтерде айтқан болатынбыз. Құндылықтарды бала бойына сіңіру олардың жас ерекшеліктеріне сәйкес танымдық, практикалық және эмоционалдық компоненттерді қамту арқылы жүзеге асырылады. Танымдық компонент дегеніміз, яғни балалардың бойына, балаларға әрбір құндылықтар бойынша олардың мәні мен мазмұнын ұғынуға қатысты ақпарат беру. Практикалық компонент дегеніміз балаларды осы құндылықтарды іс жүзінде нақты әрекеттер арқылы іске асыруына мүмкіндік береді. Ал эмоционалды компонент болса, бұл құндылықтарды өмірлік әдетке, күнделікті дағдыға айналдыратын нақты құзыреттер. Осы мақсатта құндылықтар пән мазмұнына, сынып сағаттары мен сыныптан тыс тәрбие шараларына жүйелі түрде интеграцияланған, жаңадан бекітілген жалпыға міндетті білім беру стандарттарында бағдарламаның құндылықтары базалық құндылықтар ретінде айқындалды. Тәрбие жұмысы осы тұжырымдамаға негізделген 6 жоба аясында іс жүзінде жүзеге асырылуда. Олар туралы басқа спикерлер қазір кеңінен тоқталып айтып береді. Сонымен қатар министрлік мемлекеттік органдардың тәрбие жұмысына қатысты іс-қимылын бағдарлама аясында біріздендіруді жүргізетіндігін жоғарыда атап өттім. Қазіргі күні мәдениет және ақпарат, туризм және спорт, денсаулық сақтау, төтенше жағдайлар, ішкі істер министрліктері тағы басқа да мемлекеттік органдар тарапынан ұсынылатын шаралардың барлығы да осы тәрбие бағдарламасына сәйкестендіріліп жүйеленіп жатыр. Сынып жетекшілерінің біліктілігін арттыра отырып, оқушымен, ата-анамен жұмысты одан әрі нығайту қолға алынатын болады. Бұл ретте ата-аналармен жұмыс маңызды рөл атқаратынын атап өту қажет. Осы мақсатта қазіргі таңда 6800 мектепте ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтары ашылды. Бұл орталықтар бала тәрбиесінде ата-аналарға көмекші методикалық әдістемелік орталық деп айтуға болады. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы барлық балаларды қамтитын және жалпы ұлттық сипаттағы стратегиялық мәні бар ұзақ мерзімді құжат. Осы себептен бағдарламаны дамыту бірнеше кезеңді қамтиды. 2025 жылы бағдарлама аясында барлық қатысушыларды тартып, жекеменшік мектептермен жұмысты күшейтетін боламыз. 2026 жылы бағдарламаны қоғамға кеңінен тарату үшін пәрменді шаралар қабылданады. Бұл бағдарламаның тиімділігін бағалап, қазіргі сын қатерлердің алдын алуға және оның кері ықпалдарын төмендетуге мүмкіндік береді. Бұған қоса адал азамат тұжырымдамасының құндылықтарын ескере отырып, мектептердің бірыңғай дизайн кодын әзірлеу жұмыстары басталды. Отандық және халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, мектептің ішкі экожүйесін тәрбиемен ұштастырып, қолайлы кеңістік қалыптастырылады. Тәрбие көрумен келеді деген халқымыздың дана сөзі бар. Мұны халықаралық зерттеулерде нақты дәлелдеп отыр. Білім ортасы үшінші ұстаз деген тезисті ғалымдармен мойындалған. Осы ұғымды негізге ала отырып, мектептің ішкі кеңістігі құндылықтарды айшықтайтын бейнелермен, пайдалы мәліметтермен, нақыл сөздермен безендіру жұмыстары жоспарланып отыр. Жалпы қорытындылай келген кезде бағдарлама бала тәрбиесіне жаңа серпін беріп, қоғамдағы тәрбиенің темір қазығы болуға бағытталған идеологиялық құжат ретінде қалыптасып келеді. Оның идеологиялық қуаты тек білім алушылармен ғана шектелмей, тұтас қоғамды қамтиды деп сенеміз. Яғни бұл тәрбие бағдарламасын іске асыруға тек қана білім беру ұйымдары ғана емес, онымен қатар ата-аналар, барлық мүдделі мемлекеттік органдар тартылады. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Құрметті Ерлан Болатұлы, жаңа вице-министр айтып өткенде, адал азамат бағдарламасы 6 жоба аясында жүргізіліп жатыр екен. Осы жобалар жайлы толығырақ айтып берсеңіз, бұл қандай жоба және олар балалардың сана сезімінің өзгеруіне қаншалықты әсер етті? Көп рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Шынымен тәрбие бағдарламасының аясындағы жұмыстың бағыт-бағдары туралы кеңірек баяндап беруге рұқсат етіңіздер. Бағдарламаның негізгі тетігі күнделікті, апта және ай сайын жүйелі іске асырылатын қадамдар болып табылады. Мысалы, білім алушылардың үзіліс кезіндегі бос уақыты асық, тоғызқұмалақ, бес тас ойнату арқылы ұйымдастыру, қоңырауды күймен күмбірлету, мәдени мұраны сезінуге жол ашады. Үнемді тұтыну жөніндегі күнделікті жаднамалар білім алушылардың экологиялық мәдениетін дамытады. Әр оқу аптасын әнұранмен бастау тәуелсіздік пен отаншылдық рухын бекемдей түседі. Аптаның дәйек сөздері білім алушыларды нақты құндылықтарға үндеп, сабақтан тыс уақыттағы әрекетін соған бағдарлайды. Сондай-ақ
әр сынып сағатының 10 минуты білім алушылардың жеке қауіпсіздігіне арналып, қауіпсіздік сабақтары аясында техногендік, табиғи апаттардан, интернет және басқа да кеселдерден, денсаулыққа төнетін қатерлерден қорғану дағдыларын дамытады. Ай сайын зиянды әдеттердің алдын алу шаралары жүйелі ұйымдастырылады. Сабақтан тыс тәрбие жұмыстары жаңа айтып өткендей 6 жобаның аясында іске асырылған. Білім алушылардың жауапкершілігі мен мейірбикке баулитын қамқор жобасы аясында еліміздің 3 миллионнан астам оқушысы Таза Қазақстан акциясына белсенді қатысып, сенбіліктер ұйымдастырды, 2 миллионнан астам көшет отырғызылды. Шығармашылық пен өнердің әлеуеті арқылы тәрбиелеуді көздейтін шабыт жобасы аясында 1 миллион білім алушы домбырада күй күмбірлетсе, 13 мың оқушы ән-шуақ фестиваліне қатысқан. Одан бөлек даналық ұстаздан республика мақтанышым, жетістігім еліме, алғыс айту күні, ананың аялы алақаны челлендждері өткізілді. Жеткіншектерді мамандықтарға баулып, еңбек сүйгіштікке дағдыландыратын еңбек адал жас өрен жобасында мамандықтар әлемі, мамандықтар марафоны байқаулар ұйымдастырылған. Сондай-ақ 700 мыңнан астам білім алушыны қамтыған күзгі асар жәрмеңкесі өткізілді. Жаңашылдыққа жетелеп инновацияға ынталандыратын смарт бала жобасы аясында білім алушылар инновациялық өнімдер әзірлеп ұсынуда. Мысалы, Риттер қаласының 1-ші мектеп лицейінің білім алушылары Иван Гребенщиков пен Артемий Нечаев ақылды смарт сөмке. Павлодар облысының оқушысы Сыздық Ернұр зағип балаларға арналған смарт бойтұмар жасаған. Ақтөбе облысында 10-шы сынып оқушысы Жансая Нағашбаева қоршаған ортаны зиянды қоспадан қорғауға арналған құрылғы моделін ойлап тапқан. Бұл жекелеген мысалдар ғана, бұндай мысалдар әрине көптеп саналады. Смарт бала жобасы осындай балаларды жаңашылдыққа, ғылымға тәрбиелеп, әлеуеттерін арттырып отыр. Тағы бір ерекше атап көрсететін жоба балалар кітапханасы жобасы. Бұл білім алушылардың оқу сауаттылығы мен оқырмандық мәдениетін өркендетіп, рухани кемелдікке бастайды. Осы жоба аясында 2580 кітаптың тізімі іріктеліп, арнайы жұмыс тобы сарапшылар тізімді бекітті. Осы қазіргі уақытта мектептердің кітапханалары осы тізімге сай кітапхана қоры толықтырылуда. Бағдарлама шеңберінде мектеп кітапханасының қорын жыл сайын 2 миллион данаға ұлғайту көзделіп отыр. Былтырдан бастап балалар кітапханасы порталы іске қосылды. Жақында ғана шын жүректен кітап сыйла челленджіне 700 мыңнан аса білім алушы қатысып, бір-біріне кітап сыйлаған. Қазіргі таңда білім беру ұйымдарында наурызнама тұжырымдамасына сәйкес түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Солардың бірі дәстүрге айналып үлгерген күй күмбірі акциясы. 20 наурыз күні сағат 11-де барлық білім беру ұйымдарында осы акцияға үн қосатын болады. Алдын ала болжам бойынша 1 миллионға дейін оқушы мен педагогтер бір уақытта, бір мезетте танымал күйлерді орындайды деп жоспарлануда. Соған қоса тағы бір назар аудара кететін дүние, біз қазір балалардың демалыс уақытында мазмұнды ұйымдастыруға мән беріп отырмыз. Көктемгі демалыс уақытында мектептерде үйірмелер мен секциялар жұмысы күшейтіп, қосымша шаралар өткізіледі. Бұған қоса балалар әр айдың 3-ші жексенбісінде және каникул уақытында музейлерге тегін бара алады. Театрларда балаларға арналған қойылымдар ұйымдастырылады. Биылғы көктемгі каникулдың тағы бір ерекшелігі Қазақфильмнің алтын қорындағы көркем фильмдер мен анимациялық фильмдер мәдениет және білім беру ұйымдарында ұжымдасып тамашалау үшін тегін көрсетілетін болады. Бұл жұмыстар болашаққа бағытталған ауқымды істердің бастамасы ғана. Алдағы уақытта бағдарлама балаларымыздың парасатты, әділетті және жауапкершілігі жоғары тұлға болып қалыптасуына жол ашады деп сенеміз. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, Ерлан Болатұлы. Тәрбие ең бастысы отбасынан басталады ғой. Бірақ қоғамда ата-аналар жауапкершілікті алғысы келмейді дегенде пікір бар. Осы ретте арнайы сауалнамалар өткізіліп, соның негізінде педагогтерге, ата-аналарға тиісті әдістемелік қолдау ұйымдастырылғаны белгілі бізге. Осы жайлы толығырақ Анар Шынболатқызы айтып берсеңіз. Рахмет. Қайырлы күн. Брифингке қатысушылар. Жалпы біртұтас тәрбие бағдарламасы алдын ала жоспарланған
құрылымдық жүйесі мен нақты бағыттары айқындалған маңызды құжат. Бағдарлама құрылымы, мазмұны және оны іске асыру тетіктері тәрбиенің экожүйесіне негізделеді. Сондықтан бағдарлама 3 деңгей арқылы, яғни білім беру ұйымының деңгейінде, педагогтердің деңгейінде және отбасы мен мектептің арасындағы ынтымақтастық деңгейінде іске асырылады. Қазіргі уақытта білім беру ұйымындағы тәрбие жұмысын сапалы іске асыру үшін бағдарламаның мазмұнын ашып көрсететін әдістемелік ұсынымдар әзірленуде. Әдістемелік ұсынымдар мектеп әкімшілігіне, педагогтерге және ата-аналарға арналады. Онда бағдарламаны нақты іске асырудың тиімді тәсілдері ұсынылып, бірлескен әрекеттегі рөлдер мен жауапкершіліктер айқындалады. Бұл құралдар әр қатысушыға тәрбие процесінің мақсаты мен мазмұнын ортақ түсінуге, өзара тәжірибе алмасып, балалардың жан-жақты дамуына мейлінше қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. Ұсынылатын әдістемелік құралдарда сынып сағаттарының үлгілері, бағдарлама аясындағы жобаларды іске асырудың педагогикалық әдіс-тәсілдері кеңінен қамтылған. Тәрбие бағдарламасының іске асырылуын жүйелі бағалау мақсатында, жаңа өзіңіз атап өттіңіз, педагогтер мен ата-аналар арасында жүйелі сауалнама жүргізілді. Бірінші және екінші тоқсан қорытындысы бойынша сауалнамаға 270 мыңға жуық ата-ана қатысты, 50 мыңға тарта педагог қатысты. Нәтижесінде сауалнамаға қатысқан педагогтердің 82% бағдарлама сынып жетекші ретінде кәсіби дамуына оң әсерін тигізетінін атап өткен. Ал 84% бағдарлама оқушылардың белсенділігінің артуына оң ықпал еткен, 71% мектеп пен ата-ана арасындағы ынтымақтастықтың нығая түскенін көрсетеді. Ал сауалнамаға қатысқан ата-аналардың 67% бағдарламаға өздерінің оң көзқарастарының қалыптасқанын атаса, 89% бағдарламаның баланың мінез-құлық әдебіне жағымды әсер етіп жатқандығы туралы көрсеткен. Жалпы сауалнамаға қатысқан ата-аналардың 61% бағдарламаны тиімді жүзеге асыру үшін мектеппен бірлесіп әрекет етуге ынталы екендіктерін көрсетеді. Осы уақытқа дейінгі жүргізілген зерттеулерге қарағанда салыстырмалы түрде ата-ана мен мектеп арасындағы бірлесіп әрекет ету 42%-ға артқан. Осылайша қазіргі таңда мектеп пен ата-ана арасындағы бірлескен әрекеттің көрсеткіші 82%-ды құрап отыр. Тәрбие жұмысы идеялық ұстанымдарды қалыптасудан мінез-құлық тәжірибелерін, әлеуметтік нормаларды және негізгі құзыреттерді дамытуға бағытталғандығын көрсетіп отыр. Оқу-тәрбие процесінде ата-аналар бірлесіп әрекет ету белсенділігінің де артқанының куәсі болдық. Осы орайда халықаралық зерттеулерден де мысал келтіре кетуге болады. Жалпы мектеп пен отбасы арасындағы ынтымақтастық ата-ананы мектептегі тәрбие жұмысына тарту баланың академиялық үлгеріміне оң әсері бар екендігін көрсетеді. Мысалы, Peerless зерттеулерінде 2016 жылғы халықаралық зерттеудің нәтижесіне сәйкес ата-аналарды балалармен жүйелі түрде айналысатын оқушылардың балы ата-аналары балаға сирек көңіл бөлетін оқушыларға қарағанда 24 балға жоғары екен. Ал оқуына қатысқан ата-аналардың балалары 110 балға жоғары нәтиже көрсеткен. Осы Peerless-тың 2021 жылғы зерттеу нәтижесінде мектеп өміріне белсенді араласқан ата-аналардың балаларының көрсеткіштері 16 балды құраса, Қазақстанда Тимс зерттеуінде 2023 жылғы 37 балға жоғарылағандығын көрсетеді. Жалпы сөзімді түйіндей келе, бағдарламаның мазмұны бұл адал азамат тұжырымдамасындағы ортақ құндылықтарды ұстанып, біртұтас әрекет еткенде ғана біз ұрпақты жауапкершілігі жоғары, адамгершілігі зор, адами қасиеттері қалыптасқан тұлға ретінде тәрбиелей аламыз. Әрине, бұл отбасымен бірге ынтымақтастықта толыққанды жүзеге асады. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Менің білуімше, мектептегі тәрбиеге ата-аналар соңғы 2 жылда 2 есеге артқан, бұл жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Бүгін біздің дөңгелек үстелімізге Әкелер одағының төрағасының орынбасары Күзембай Бегдайыр Нығметұлы қатысып отыр. Бегдайыр мырза, қайырлы күн, қош келдіңіз. Жалпы ата-аналар бұл тәрбие бағдарламасын қалай қабылдаған туралы өзіңізден сұрасақ. Сөз кезек өзіңізде. Рахмет, қайырлы күн,
брифингке қатысушылар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары уәкілдері. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы мектептерге енгізілді. Өзімнің және әкелер одағы мүшелерінің байқағаны, біз осы бағдарлама аясында бірлестік. Шынында бала тәрбиесінде әр жаққа тартуға болмайды. Шетелдік тәжірибелерге көз жүгіртсек, мемлекет деңгейінде бекітілген бала тәрбиесіне қатысты бағдарламалар бар. Оның әр елдегі атауы әртүрлі, бірақ түп нұсқасы, мақсаты өнегелі ұрпақ тәрбиелеу. Сол себепті бізде осы бағдарлама аясында бірлесіп харекет етуге, өзіміздің харекетімізбен өнеге болуға шешім қабылдадық. Себебі бағдарламаны тәрбие жұмысының жүйелі, мақсатты, ұзақ мерзімді стратегиясына айналдырсақ, бала тәрбиесі озады. Осы ретте әкелер мектептің тәрбие жұмысына белсене үлес қоса бастағанын айта кеткім келеді. Мысалы, біз 2024 жылдың соңында, желтоқсан айында 100 әке 1000 бала деп бастама көтердік. Мектеп ауласын қардан тазалап, басқа да қар жауатын өңірлердің әкелерін де осыған шақырдық. Бұл жерде мемлекет басшысының осы 2025 жыл жұмысшы мамандықтары жылы деп белгілегеніне байланысты, бұл жерде біз өзіміздің балаларымызды сол қар тазалаушы, тазалыққа жауап беріп жүрген қызметшілердің еңбегін бағалау және де сол қызметшілердің еңбегін құрметтеу аясында тәрбиелік мағынасы өте зор осындай іс-шара. Мысалы, әкелер сынып сағаттарын өткізіп жүреміз. Бұл керемет мүмкіндік. Бұрын біз бірімізді білетін ортада өстік. Қазір еліміздің 57% балалары қалалық мектептерде білім алады. Ал ата-аналар жұмыс басты. Демек, біз баламыздың айналасындағы достарын тани бермейміз деген сөз. Халық даналығында досыңның кім екенін айт, сенің кім екеніңді айтайын дегендей, мен осы сынып сағатында баламды басқа қырынан көрдім. Балам мені басқа қырымнан таныды. Әрі өзара жақындық пайда болды. Жақында Алматы аудан әкелер жиналып, балаларымызбен бірге волейбол турнирін өткізіп, онда сол турнирдің шешімін Сарыарқа ауданның әкелеріне жолдадық, челлендж ретінде. Осылайша әкелер өз үлгісімен баланы спортқа тартып, бос уақытты тиімді ұйымдастыруды көрсетті. Тағы бір мысал, өткен жылы бір ана Астана қаласы әкімдігі жанындағы жасөспірім балалар құқығын қорғау комиссиясына жүгініп, көмек сұрады. Біз оның жағдайын зерделеп, мемлекеттік бағдарлама арқылы оны оқуға жібердік. Ол грант жеңіп алып, кәсіби білім алды. Қазір ол өзінің перде салонын ашуға дайындалып жатыр. Бұл мемлекеттік органдар, бизнес және қоғамдық ұйымдардың бірлесе жұмыс істеуі нақты адамдардың өмірін қалай өзгерте алатындығының айқын дәлелі. Біз балалардың құқықтарын қорғау, жасөспірімдерді әлеуметтендіру, әкелердің отбасы тәрбиесіндегі рөлін күшейту бағытында мектептермен, колледждермен, мемлекеттік құрылымдармен бірлесіп жұмыс істеуді жалғастырамыз. Әр отбасының саналы ата-ана болу идеясын қолдап, қоғамдағы тәрбиенің негізін бірге қалыптастыруымыз өте маңызды. Жаңа алдындағы спикерлер айтқандай, адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы 6 нақты маңызды құндылықтардан тұрады. Соның бірі және де бірегейі өте бізге қазіргі таңда қажет болып тұрғаны ол заң және тәртіп. Бұл құндылықтың аясында біз өзіміздің мектептердің басшылығымен, әкімшілігімен келісіп ашық сабақтар өткіземіз және де ата-аналармен көптеген ата-аналар жиналыстарын өткізіп, осы құндылықтың қаншалықты қазіргі қоғамға керек болып тұрғанын дұрыстап ақпараттандырамыз. Мемлекет басшысының жіті қадағалауында осы құндылық қазіргі таңда өте өзекті мәселе, сондықтан да біз әрқашанда ата-аналарды тәртіпті болуға, өзінің өнегелі, үлгілі тәрбиесімен балаларға соны көрсеткенін қалаймыз. Өйткені мектеп тек білім ордасы ғана емес, тәрбиенің алтын бесігі. Ал бұл бесік қаншалықты берік болса,
еліміздің болашағы да соншалықты мықты болмақ. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет Бекдайыр мырза. Бізді алаңымызда Абай Құнанбайұлы атындағы 87-ші мектеп гимназиясының аға тәлімгері бар, Ихсан Данияр Маратұлы. Өз мектебіңіздің тәжірибесімен қысқаша бөлісіп өтсеңіз. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар, сөз бергеніңізге көп рахмет. Жалпы Абай мектебіміздегі тәрбие жұмыстары тәрбие бағдарламасына негіз болған толық адам ілімімен және адал азамат тұжырымдамасының құндылықтарымен толық үндесіп жатыр. Абай мектебінің миссиясы білімді тәрбиелі толық адам қалыптастыру, құндылықтары 5 асыл іс қағидасы, яғни талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым. Ұстаз бен шәкірттің бойынан және тұтас білімнен көрінуі тиіс 5 асыл іс мектеп құндылығына айналған. Жалпы енді өз сөзімде тәрбие бағдарламасының балалар кітапханасы жобасын ерекше айтқым келеді. Мақсаты кітап оқуға және білім алуға қызығушылықты қалыптастыру екені анық. Осы жоба арқылы білім алушының кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруға бағытталған іс-шараларды, жобаларды жүйелеп алдық. Жалпы Астана қаласы мектептерінің оқушылары сабаққа дейін 8 минут кітап оқиды. 8 минуттық оқуда кітап оқуға деген қызығушылықты арттыруға арналған тиімді жоба деуге болады. Балалар кітапханасы жобасы аясында ғибрат бағдарламасы, үздік оқырмандар клубы тұрақты түрде іске асты. Оқушылар әлеуметтік желілерге түрлі контенттер әзірлеп, оқыған кітаптарын талдайды. Шын жүректен кітап сыйла челленджі аясында 14 ақпан күні мұғалімдер, оқушылар бір-біріне көркем шығармалар, әртүрлі бағыттағы кітаптар сыйлап, ерекше атмосфера орнап, шағымды жақсы орта қалыптастыра білді. Кітаптар айналымы акциясында кітап алмасатын арнайы бұрышта ашылды. Қазақ әдебиетінің классиктерінен бастап әлем әдебиетінің үздік шығармалары, тағы да басқа кітаптар қойылды. Осы жоба кітап оқуға байланысты өткізілетін барлық іс-шараны жүйелеп, бір қалыпқа түсірді деуге болады. Жалпы Абай мектебінің әнді сүйсең менше сүй, зерделі зейін, ұстазлай, 46 сөз өз сөзім өзімдікі, абайша ойлан, Абай құндылықтары негізінде оқыту және тәрбиелеу, ғибрат, Құнанбай әкелер мектебі, Зере әжелер мектебі сынды жобалар осы тәрбие бағдарламасына кіріктірілді. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша құндылықтарға негізделген білім беру және тәрбиелеу жүйелі түрде іске асырылып, түрлі жобалар енгізілген. Әсіресе оқушының бойына жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды сіңіру, білімді тәрбиелі толық оқушы шығаруды басты мақсат еткен істер жетіп артылады деуге болады. Қорыта келе айтарымыз, тәрбие бағдарламасының жобалары мен құндылықтарын кіріктіру Абай мектебінде оң көрініс тапқан. Бағдарлама арқылы тәрбие жұмыстарын жүйелеп, бағытымызды айқындап алдық деуге болады. Көп рахмет. Көп рахмет, құрметті әріптестер. 87-ші мектеп гимназиясы, айта кететін жайт, 87-ші мектеп гимназиясы осы адал азамат бағдарламасын жүзеге асырып жатқан мектептердің алдыңғы қатарында тұрған мектеп, біздің алаңда адал азамат, кешірім сұраймын, осы біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан смарт бала жобасының қатысушысы Арсланбек қонақта. Арсланбек тек қана қазақша сөйлейтін робот жасағансыздар, сыныптастарыңызбен бірге. Темірбекпен бізді таныстырып өтіңізші. Менің есімім Арсланбек, мен Оқығали Мақатаев атындағы номер 74-ші мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысымын. Бүгін мен сіздермен бағдарламасы аясында жүйеге асып жатқан смарт бала жобасына қатысып, өзім үшін өте маңызды болған бір тәжірибемен бөліскім келеді. Бір күні ұстазымыз бізге, егер сендер өздеріңе көмекші таңдай алатын болсаңдар, ол не істей алар еді деген сұрақ қойды. Біз біраз ойланып, бізге қазақ тілінде еркін жауап бере алатын көмекші керек деп бір тұтас ойға жеттік. Кейде біз интернетте ақпарат іздейміз, орысша немесе ағылшынша ақпараттар тез табылады. Ал бізге өз тілімізде сұрақ қойып, түсінікті жауап алатын көмекші болса жақсы болар еді. Сол кезде ұстазымыз, неге сендер өздерің осындай көмекші жасап көрмейсіңдер деген бізге робот жасау идеясын ұсынды. Алғашында бізге бұл өте қиын болып көрінді. Бірақ біртіндеп роботтың қалай жұмыс істейтінін зерттей бастадық. Оған сөздер үйреттік, қазақ тілінде сөйлей алатын жүйе жасадық. Осылайша Темірбек атты робот дүниеге келді. Қазір Темірбек әр дүйсенбі сайын сынып сағаттарында аптаның дәйек сөздерін айтып, бізбен пікір алмасады. Біз оның айтқан сөздерін талқылап пікір береміз. Ол тек қана сөйлеп қоймай, бізге қосымша сұрақтар қойып, ойлануға мүмкіндік береді.
Бұл жоба менің IT технологияларына деген өте қатты қызығушылығымды оятты. Біз жасанды интеллектті ана тілімізде дамытуға өз үлесімізді қосып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Әрі бұл менің болашақ мамандығым таңдауыма үлкен септігін тигізді. Мен болашақта роботтың мүмкіндіктерін кеңейтіп, оны сабақтарда пайдалануға болатын деңгейге жеткізгім келеді. Өйткені білім тек қана оқулықпен шектелмеу керек, оны жаңа технологиялармен ұштастыру өте маңызды. Назарыңызға рахмет. Көп рахмет, Арсланбек. Темірбекпен қазір тікелей эфирде сөйлесе аласыз ба, көрсете аласыз ба? Микрофонды берсем сізге. Аха. Темірбек алдына тұрғанда, мысалы, мен қолымды иығына қойсам, ол өзінің кім екенін таныстырып бере алады. Тағы да Темірбек телефон арқылы басқарылады. Біз оған өзіміз программасын жазғанбыз. Қазір қосам. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Темірбек. Мені біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында құндылықтарға негізделген білім беру жобасы негізінде жасампаздық пен жаңашылдық бағыты бойынша смарт бала жобасы арқылы Қозыбаев Арсланбек Маратұлы мен жетекшісі Айтжанова Айдана Оңғарбекқызы Arduino Uno бағдарламасымен жасап шығарды. Тағы да Біртұтас тәрбие бағдарламасы елімізді жаңартатын қағидамыз әділдік, тірегіміз жауапкершілік, мақсатымыз өрлеу ұстанымына негізделеді. Смарт бала жобасы оқушылардың шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға, командада жұмыс істеу дағдыларын нығайтуға және өз бетінше шешім қабылдау қабілеттерін жетілдіруге бағытталған бастама. Міне осылай, және де алдына тұрған адамды сезу датчигімен көріп, оған рахмет деген өзінің алғысын білдіре алады. Көп рахмет. Коллеги, я думаю, это наглядный показатель результата предпринимаемых мер Министерством просвещения. Спасибо вам, коллеги, за предоставленную информацию. Құрметті әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Әдеттегідей тақырып аясында 2 сұрақ. 24 KZ, Камшат Мұхамеджан, микрофонға жақындасаңыз. Саня, если у вас вопросы будут, тоже можете. Нет, да, вопросов? Хорошо. Қайырлы күн, Еділ мырза, менің сұрағым өзіңізге. Өткен бір брифингте өздеріңіз айтқансыздар, балалардың қауіпсіздігі үшін оларға жеке сим карталары карта алдыру жөнінде бастама болып жатыр деп. Осы тектес шетелдік тәжірибені зерделеп көрдіңіздер ме? Мысал келтіріп кетсеңіздер, бұл бастама әлі жүзеге асып жатыр ма бізде? Рахмет. Бұл сұрақтың түпкі төркіні қазіргі күні балаларымыздың осы тәрбие байланыс жұмыстармен тікелей байланысты. Енді дәстүрлі түрде бала тәрбиені отбасыдан, мектептен және қоршаған ортасынан, әлеуметтік ортадан алады дейміз. Қазіргі күні көпке мәлім ақпараттық жүйелер дамып жатыр. Интернеттен балалардың алып жатқан ақпараты олардың тәрбиесіне, мінез құлқына интернеттің әсері ықпалы өте зор. Сондықтан осы әсерді оң жағынан пайдалану үшін біз балаларды интернеттегі ақпараттан қорғауымыз керек. Ал енді интернет баланың қолына қалай тиеді деген кезде, ол ең бірінші, ол көбіне біздің талдауымыз көрсетіп отыр, смартфондар арқылы, яғни байланыс операторлары өндіретін сим карталардың арқылы осы смартфонға келіп түседі сол ақпарат. Сондықтан біз министрлік осы бастаманы көтердік. Біздің ойымызша осы сим карталар арқылы балаларға келіп түсетін ақпаратты белгілі бір сүзгіден, фильтрден өткізуге болады деп санаймыз. Қазіргі күні мамандармен бұл мәселе пысықталып жатыр. Шетелдік тәжірибе міндетті түрде зерттелді. Көптеген шетелдерде осы байланыс операторлары сим карталар арқылы, ондағы арнайы тарифтер арқылы балаларға берілетін ақпарат белгілі бір сүзгіден өтеді. Яғни белгілі бір зиянды, денсаулығына, психикасына балалар үшін зиянды ақпарат сол байланыс операторлары оны тежеп, шектеп отырады. Біз осы бастаманы іске асыруға мүдделіміз. Енді қазір мүдделі мемлекеттік органдармен
мамандармен бірге бұл бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Бұдан бөлек жалпы балаларды интернеттегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жаппай жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Біз сол брифингте елімізде 2018 жылы қабылданған балаларды зиянды ақпараттан қорғау туралы заңнаманы да жетілдіру туралы бастаманы іске асыратындығымызды айтқан болатынбыз. Қазіргі күні ол бағытта да министрлік талдау, сараптау жұмыстарын, зерделеу жұмыстарын жүргізуде. Рахмет. Қазақстан ұлттық арнасы, әріптестер. Бізде соңғы 2019 бен 2023 жыл аралығында, яғни 5 жыл ішінде асыранды балаларды кері қайтару үрдісі жалпы 64%-ға көбейді деген ақпарат бар. Бұл қаншалықты рас дерек және Әріптес, соңғы сөзіңізді бөліп уақытта жіберсем, регламент бойынша тақырып аясында сұрақ қою керек еді негізі. Жақсы. менде сұрақ жоқ онда. Аха, рахмет. Онда баспасөз мәслихатынан соң жауап берсеңіздер, иә? Әріптесімізге рахмет. Неге кезет Маржан Сәбит екі сауал жолдапты. Сенат депутаттары балаларға жас ерекшеліктері мен психологиялық факторларды ескере отырып, нақты әрі дұрыс ақпарат беру үшін жыныстық тәрбиені оқытудың нақты әдістемесін әзірлеу қажет деген бастама көтерді. Жалпы білім беретін мектептер мен колледждерде жас өспірімдердің репродуктивті денсаулығы бойынша пән енгізу қажет деді. Шын мәнінде мектеп бағдарламасына мұндай пән керек пе? Балалар арасында, жасөспірімдер арасында мынау ерте жүктілік немесе қажетсіз қарым-қатынастарға байланысты проблемалар бар. Сондықтан білім беру саласында бұл жұмыстарды алдын алу үшін бірқатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы бұл статистиканы мынау денсаулық сақтау саласында уәкілетті орган жүргізеді. Соңғы жылдарда жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде біз ерте жүктіліктің 43%-ға соңғы 5 жылдың ішінде төмендегені туралы ақпаратымыз бар. Осы денсаулық сақтау министрлігі сондай ақпарат беріп отыр. Енді бұл жұмыстың ненің нәтижесі деген мәселеге қатысты талдау жүргізіп көрдік. Халықтың арасында, оның ішінде ата-аналар мен жасөспірімдер арасында түсіндіру жұмыстарының осындай нәтижеге алып келгенін көріп отырмыз. Енді бұл проблеманың түпкі себебі, ашық айтуымыз керек, ол зорлық. Қыз балаларға қатысты зорлық әрекеттер, ол жылына 200-ден астам зорлық қылмыстары орын алады. Енді одан бөлек мына әлеуметтік желілер, тағы да әлеуметтік желілер арқылы қыз балалар бейтаныс үлкендермен танысып, олардың бопсалауына, құрығына түсу фактілері де аз емес. Сондықтан осы екі бағыттағы жұмысты күшейту керек деп ойлаймыз. Бірінші, қылмыспен, зорлық-зомбылықпен күресуіміз керек. Екіншіден, мына әлеуметтік желідегі ата-аналардың бақылауын, кіммен байланыс жасап отыр, кіммен сөйлесіп отыр қыз балалар, ол балаларға да қатысты ата-аналық бақылауды күшейту керек. Ал енді білім беру ұйымдарындағы жұмысқа келетін болсақ, әрине оқу бағдарламаларының аясында, оқу бағдарламаларының ішінде бізде міндетті түрде мынау жасөспірімдерге қатысты адамгершілік, жыныстық тәрбие бойынша ақпараттар беріледі. Оның ішінде репродуктивті денсаулық және гигиена, жеке қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңінен ақпарат беріледі. Бұдан бөлек сыныптан тыс жұмыстардың аясында жаңа біз айттық, біртұтас тәрбие бағдарламасының негізгі бағыттарының біреуі балаларды зиянды әрекеттерден, қауіпті құбылыстардан сақтау, жеке қауіпсіздік сабағы енгізілген. Қазіргі күні білім беру ұйымдарында әрбір сынып сағаты осы жеке қауіпсіздік бөлімінен басталады. Ол 10 минутқа созылады. Жас ерекшелігіне ескере отырып, біздің балаларымыз 4 жастан бастап балабақшадан осы ақпаратты алады. Бұл түрлі балаға келу керек қауіп қатерге байланысты мағлұматтар беріледі. Оның ішінде осы қажетсіз қарым-қатынастар, бейтаныс адамдармен қарым-қатынас мәселесінде онда көтеріледі. Бұл өткір тұрған мәселе, бұған жаппай қоғамда ақпараттандыру арқылы ғана қол жеткіземіз деп сенеміз. Бұқаралық ақпарат құралдарының да маңызы ерекше. Ата-аналарға, балаларға, қоғамға тиісті әдеп нормаларын сақтай отырып, бұл салада ақпаратты беруіміз керек. Рахмет.
Әріптесімнің екінші сауалы, қазір мектеп мұғалімдері оқушыға сәл дауыс көтерсе, ертесі ата-аналары келіп сол мұғалімді айыптап жатады. Бұған оқушылар да үйреніп алған, дереу ата-анасына шағымданады. Жалпы бұл ұстазын сыйламайтын ұрпақтың тәрбиелеуіне әкеп соқтырмай ма? Бұл жағдайдың шешімі бар ма? Енді бұл келеңсіз жағдай деп санаймыз. Ұстазға деген құрмет білім жүйесінің түпкі темір қазығы. Ұстазға құрмет болмаса, онда білімнің сапасы да болмайды, мәнінде болмайды. Сондықтан біз ата-аналардан сұрайтынымыз ұстаздың әрекетіне, оның берген біліміне және оның айтқан тәліміне құлақ асып бойұсынуымыз керек. Енді ондай фактілер қазіргі күні төмендеу байқалады. Жалпы елде ұстазға деген құрмет артып келе жатыр деп сенеміз. Мемлекет басшысы ұстазды қоғамның айнасы деп Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы мемлекеттік марапатын тағайындады. Елімізде бірқатар ұстаздар осындай марапатқа ие болды. Жуырда оқу ағарту министрлігінің бастамасымен Алматы облыстық шығармашылық топ Жетісу телеарнасының базасында ұстаз фильмін түсірді. Осы фильмде жалпы ұстаздың рөлі, оның берері балаға нақты көрсетілген. Сондықтан біз енді осы сұрақты пайдалана отырып айтар едім, ата-аналар құрметті, біз тек қана ұстаздан аламыз білімді. Сондықтан ұстазға деген құрмет болуға тиіс. Кез келген жағдайда ұстаз оқушыға ескерту жасап жатса, ол оны тәрбиелеу мақсатында деп қабылдауымыз керек. Әрине, баланың құқығы бұзылған жағдайда біз ол жерде ешкімді қолдамаймыз. Демек, баланың құқығын бұзатын адамдар білім ұйымдарында жұмыс жасап жататын болса, ол ұстаз санатында қабылданбауы керек. Ал енді балаға білім беріп, оны ата-ананың келешекте елдің игілігі үшін оған тиісті жаңағы тәрбие беріп жатқан ұстаздарға тек қана қолдау мен түсінікпен қарауымыз керек деп айтар едім. Бекдайыр Нығметұлы, әке ретінде осы сауалға қосарыңыз бар ма? Көп рахмет. Өте орынды сұрақ. Кейінгі кезде жаңа оқу ағарту вице-министрі Елді Сабырұлы айтқандай, бұл тенденция кішкене төмендеп келе жатыр. Өйткені біз әкелер одағы ата-аналармен осы орайда көп жұмыстар өткіземіз. Ұстазды құрметтеу ол бізге міндет. Неге десеңіз, білім беруші адам ол біреу, ол ұстаз. Сондықтан да біз ата-аналарды әрқашанда көп жиналыстарға қатысқан кезде мен осы орайда осы сұрақты көп көтеремін. Және де біз қазір енді толық емес отбасы деген бір ұғым қалыптасты, бірақ біз сол толық емес отбасыларға әкелер жағынан өзіміз, әр оқушыны өзіміздің баламыз ретінде қабылдап, әкесіз өсіп жатқан бала болса оған өзіміздің қамқоршылығымызды көрсетіп, ұстазды қалай құрметтеу керекті оны ата-аналарға үйретіп, сондай үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Мысалы, осы біртұтас тәрбиесі бағдарламасы біз үшін өте бір жақсы бір құрал болды. Өйткені бір идеологияның бір үлкен маңызды бір тетігі деп қабылдаймын. Оқу ағарту министрлігіне, министр Бейсенбаев Қайни Бектайұлына, және де біз қазір Астана қаласында тұрып жатқаннан кейін Астана қаласы білім басқармасына алғысымызды білдіреміз. Бұл жаңа біздің спикеріміз айтқандай, бұл тенденция төмендеді, қазір жағдай көп жақсы. Рахмет. Рахмет. Информбюро. Гулима Таджибаева с нами на связи. Коллега, здравствуйте. Здравствуйте. Можете рассказать, пожалуйста, приняло ли министерство новый общеобязательный стандарт образования, проект которого опубликовали в ноябре прошлого года? Можете ли вы объяснить, что такое социальный GPA, как его будут оценивать и на что он будет влиять? И по каким критериям будут оцениваться глобальные компетенции, которые сейчас в основном проводят формально? Коллега, я вас перебью. Спасибо. Мы сегодня говорим о воспитательных работах в школах. Давайте я все-таки отвечу. Да? Значит, да, действительно, министерством был разработан и принят новые государственные общеобразовательные стандарты, которые учитывают современные тенденции развития системы образования, также новые госстандарты в себя включают все основные ценности
единой воспитательной программы «Адал Азамат». Значит, по касательно социальной GPI, это тоже один из новелл современного образования. Это как раз касается социальной активности детей наших. Наши дети будут непосредственно работать, жить и в обществе, поэтому каждый ребенок должен свою активность социальную показывать. Это волонтерство, это участие детей в внешкольных мероприятиях, различных воспитательных мероприятиях. Также вот сегодня был яркий пример, да, наш Арсланбек показал своим примером, как дети наши участвуют на различных воспитательных проектах. Мы знаем, что в школьной программе нету такого задания разработать робот. Арсланбек, он по своей инициативе, правильно понимая проект Smart Бала, он своим руководителем разработал такой робот. Это первое начинание. Мы такие начинаем, только поддерживаем. Чтобы поддерживать, чтобы стимулировать детей на такие проекты, на такие инициативы, обязательно надо учитывать воспитательный социальный GPI. Это во всем мире используется. Это GPI, который оценивает, как я уже сказал, активность детей в социальной сфере. Коллега. Спасибо. Мой второй вопрос. В социальных сетях родители сообщают о переносе празднования Наурыза в некоторых школах страны из-за того, что родители и учителя держат оразу. Знает ли об этом министерство и считаете ли вы Коллега, это данный вопрос допустимым? по конкретному факту, еще раз говорю, правила для всех едины, поэтому если по сегодняшней теме вопросов нет, я перейду к следующему журналисту. По теме есть вопрос у вас? Нет, спасибо. Спасибо, до свидания. Ұлт кезеттен екі сауал түсіпті. Елімізде жыл сайын жасөспірімдердің ерте жүктілігі туралы фактілер тіркеледі. Мектептерде жыныстық тәрбие жүргізу міндеттелген бе және қаншалықты жиі және қалай жүргізіледі? Әріптес жаңа ғана вице-министр жауап берді. Мен тағы да қосымша нақтылап өтейін. Бұл проблема бар. Және қазіргі күнге жүргізіліп жатқан жұмыстердің нәтижесінде ерте жүктіліктің соңғы 5 жылда 43%-ға төмен түскендігі жөнінде денсаулық сақтау министрлігі бізге хабарлап айтып отыр. Ал енді жалпы бұл нақты жұмысты мамандардың жүргізген дұрыс. Білім беру ұйымдарында педагогтарымыз білім береді балаларға. Ал енді жыныстық тәрбиені бұл арнайы денсаулық сақтау мекемелері жүргізеді. Біз ол мекемелермен тұрақты байланыстамыз. Осы Адал Азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының бір бағыты мемлекеттік ұйымдармен жұмысты жүйелендіру. Яғни біз сол сала мамандарын білім беру ұйымдарына шақырып, жас ерекшелігіне байланысты ол әрине жасөспірім қыздарымызға алдын ала осындай тәрбиені беруге біз шақырамыз. Және ол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек өздеріңіз білесіздер, мынау денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның жастардың денсаулық орталығы деген үлкен бір барлық өңірлерде бөлімдері, мекемелер бар. Осы мекемелерде осы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Әріптесімнің екінші сауалы, ерте жүктілікке ұшырайтын жасөспірімнің портреті қандай? Оның тұрмыс жағдайы, оқу үлгерімі және қай өңірде көп кездесетінін айтып бере аласыздар ма? Иә, бұл мәселеге қатысты айтарымыз, енді мұндай фактілер әрине мониторинг жүргізілетіне бақылауда. Десек те айтуымыз керек, бұл мәселеде ақпарат әрқашан жабық, өйткені жеке адамның мүддесін қорғайтын белгілі. Ал енді жалпы алып келетін болсақ, бұдан сақтанудың жолын ғана айтамыз. Бұл азаматтардың, ата-аналардың, жасөспірім балалардың, әсіресе қыз балалардың әлеуметтік желідегі әрекетіне бақылау жасау маңызды бұл мәселеде. Және зорлық зомбылықтың кез келген іс әрекетіне, бейнесіне, жаңағы образына біз төзбеушілікпен қарауымыз керек. Егер ондай фактілер қауіп-қатер сіз көрсеңіз, онда міндетті түрде тиісті құзыретті органдарға хабарлап отыру маңызды. Рахмет. Атамекен бизнес арнасы, Алмагүл Тастанова.
Қайырлы күн. Қайырлы күн. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Мемлекет басшысы құрылтайда бұған дейін баланың білім беру үрдісіне көп көңіл бөлінген, ендігі кезекте тәрбиеге ден қою керек екенін атап өтті. Оны отырыс барысында сіздер де атап өттіңіздер. Қазір енді қоғамда ушыққан мәселелердің бірі бұл буллинг. Мектеп оқушыларының қатыгездігі, өзара жұдырық жұмсап, кемсіту фактілерінің жиі тіркелетін болып, жақында болған Семей, Алматыдағы оқиғалар соның бір дәлелі. Осындай жайттардың орын алмауы үшін Адал азамат бағдарламасынан бөлек тағы не бар? Мәселен, Петропавл қаласында оқушылардың агрессиясын анықтайтын жасанды интеллектке негізделген бейнебақылау тәжірибесі қолданысқа енген екен. Мұндай ақылды камералар басқа мектептерге ене ме, жалпы еніп жатса Қазақстан аумағындағы тәжірибесі қазір қандай? Буллингтің азаюына министрлік не істеп жатыр? Нені алдағы уақытта қолданысқа енгізесіздер? Осы бағытта айтсаңыздар. Тәрбие жұмыстарының маңызы қоғамда артып келе жатқаны қазір кеңінен айтылуда. Бұл шынайы ақиқат. Оның түпкі себептерін айттық. Тәрбиенің қайнар көздері түбегейлі өзгерістерге ұшырап жатыр. Балаларымыз дәстүрлі ортадан бөлек көптеген ақпаратты мынау ашық ақпарат жүйелерінен, интернеттен алып отыр. Сол жердегі көргендерін енді тәрбие көрумен келеді. Қазақ тектен тек айтпайды, ата көрген оқ жанар, ана көрген тон пішер деп. Яғни көрумен келген дүние ол ертең санаға сіңіп, дағдыға, тәрбиеге айналып кететіні бар. Сондықтан интернеттен көргендерін іс жүзіне асыруға тырысатын балалардың санасы сондай әлсіз. Біз оларға қорған болуымыз керек. Осы мақсатта әзірленген бағдарлама тәрбие бағдарламасы. Жалпы айтуға болмайды, мектептерде бұдан бұрын тәрбие жұмысы тіптен болмады деп. Ол болды, бірақ жүйелендіріп, біріздендіріп, және белгілі бір құндылықтарға бағыттау біздің алдымызда тұрған мақсат. Осы мақсатты біз іске асырып жатырмыз. Буллингте сол қоғамда болған ақпараттық құбылыстардың, өзгерістердің нәтижесінде туындаған жаңа құбылыс. Бұл құбылысқа қарсы тұра білуіміз керек. Балаларды бірін-біріне достық, қарым-қатынаста болуына, мейірімділікке тәрбиелеу жалпы қоғамның міндеті. Біреуге жүк артық қоюға болмайды. Жұмыла көтерілген жүк жеңіл. Бұл жерде барлық қатысушылар тәрбие процесіне бірдей іске асыру керек. Мемлекет тарапынан атқарылып жатқан шараларға қатысты айтатын болсам, өзіңіз білесіз, 22-ші жылы алғаш рет буллинг, кибербуллинг ұғымы заңнамаға енгізілді. Былтыр әйелдердің және балалардың құқықтарын қорғау туралы заңның аясында алғаш рет осы балалар жасаған буллинг үшін ата-аналарға жауапкершілік белгіленді. Бұл әкімшілік жауапкершілік полиция органдарымен іс қозғалады. 2024 жылы 119 іс қаралған буллинг фактілері бойынша ішкі істер министрлігінің ақпаратына сәйкес. Бұдан бөлек еліміздің мектептерінде екі буллингке қарсы бағдарлама қазір мынау апробациядан өтуде. Біріншісі ол халықаралық мойындалған Кива бағдарламасы 110 мектепте пилоттық бақылаудан өтуде. Одан екінші отандық ғалымдардың әзірлеп шыққан Досболайк бағдарламасы 50 мектепте пилоттық түрде тәжірибеден өтуде. Жаңа оқу жылынан бастап осы екі бағдарлама еліміздің барлық мектептеріне енгізілетін болады. Бұл бағдарламалардың түпкі мақсаты балаларды буллинг туралы ақпараттандыру, оның жағымсыз бейнесін көрсету және бірін-бірімен тіл табысуға және достық пен мейірімділікпен қарауға тарту. Яғни балалардың бірін-біріне жаңағы түсіністігі мен пайымын қалыптастыруға бағытталған сондай программа. Бұдан бөлек мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес еліміздің барлық өңірінде психологиялық қолдау орталықтары құрылды. Бұл психологиялық қолдау орталықтарының негізгі мақсаты мектептердегі педагог психологтардың жұмысын үйлестіру, олардың жұмысына әдістемелік қолдау көрсету. Осы жұмыстардың барысында мектептердегі психологиялық қызметтің, яғни педагог, психолог, әлеуметтік педагогтардың және тәрбиесі жөніндегі мамандардың жұмысы да күшейтілетін болады. Оларды әдістемелік қолдау бағытында кең көлемді шаралар қабылданып жатыр.
Әріптес, екінші сұрағыңыз. Бағана толықтыра кетіңізші, айтып едім ғой, мәселен Петропавл қаласында жасанды зердеге негізделген ақылды бейне бақылау қосылған екен мектепте. Сол үрдіс басқа мектептерде жүзеге аса ма, жалпы оның Қазақстан аумағында қазір сипаты қандай? Ол камералы ғана агрессияны анықтауға септігін тигізеді екен. Бұл жұмыстардың аясында жалпы елімізде мектептерді қауіпсіздік жүйелерімен қамтамасыз ету мақсатында кең көлемді жұмыстар жасалып жатыр. Бейнекамерамен барлық мектептер қамтамасыз етілген. Жекелеген өңірлерде, жекелеген мектептерде осындай бастама бар. Яғни бейнекамераны балалардың іс әрекетін бақылауға бағыттау, яғни жаңа жасанды интеллект балалардың бойындағы жаңағы ерекше мінез құлықты айқындауға тырысады. Мұндай жобалар бар. Әлі қорытындысын нақты айту ертерек. Бірақ біз оны зерделеп қараймыз. Бірақ ең маңызды мәселе бұл мынаған назар аударуымыз керек. Біз қауіпсіздік қамтамасыз ететін сананы қалыптастыруға маңыз беруіміз керек. Сондықтан да біз осы тәрбие жұмыстарына, жаңа қауіпсіздік сабақтарына, психологиялық қолдау орталықтарына негізгі үмітті артамыз. Өйткені қоғамда қауіпсіз сана қалыптастырған неғұрлым тиімдірек. Сондықтан сол бағытқа қарай жұмыс жасаймыз. Бағана сөзіңіз атап өттіңіз, Киба дос бол лайк деген, екі жоба. Сол қазір пилоттық жоба аясында сыннан енді сынақ мерзімі болып жатыр. Келесі жылы демек мектеп бағдарламасына ене ме сонда осы екі жоба? Жалпы енгізу үрдісі? Мектептерге енгізіледі. Басқа мектептерге енгізіледі. Бұл мектеп бағдарламасы деген кезде шатаспауымыз керек. Мектепте білім беру бағдарламалар бар. Ол білім беру бағдарламаларынан тыс жүретін антибуллингтік, яғни буллингке қарсы бағдарламалар. Ол жерде мектеп ұжымы буллингке қарсы іс-әрекет етуге оқытылады, және балалар да кеңінен буллинг туралы ақпарат алады. Оның жағымсыз құбылыс екендігін кеңінен ақпарат беріледі, және оны осы екі бағдарламаның өзіндік ішкі мониторинг жасау жүйесі бар мектептегі әрекеттердің. Сосын мектепте ақпараттық жұмысты жүргізудің белгілі бір тәсілдерін қолданады. Екі бағдарламаның да негізінде мектепте буллингке қарсы команда құрылады. Сол команда оның құрамына міндетті түрде мектеп әкімшілігі, педагогтар, балалардың өздері де және ата-аналар да кіреді. Бұл осы үштіктің жұмысын антибуллинг, яғни буллингке қарсы бағыттауға бағытталған бір жоба. Рахмет, әріптес. Жақсы, мен келесі сұрағым. Семей Алматыдағы енді фактілерден кейін Қысқан сұрақ қойсаңыз, бір сұрағыңыз көп уақыт алды. Өйткені толық түсіну керек болды сол нәрсені. Семей Алматыдағы фактілерден кейін қостанайлық ана қызының қатарластарына жәбір көргенін айтып, ақпарат желіге жариялаған еді. Сөзінше қызының сынып жетекшісі бұдан хабардар болып тиісті әрекет жасамады. Жалпы осы мәселе қазір назарға алынды ма, мұғалім мен директор жауапқа тартылды ма? Алдағы уақытта осындай фактілерге қатысты мектеп директорының, сынып жетекшісінің жауапкершілігі арта түсе ме? Жалпы бұл бағытта не істейсіздер? Бұл мәселе елімізде балаларға қатысты орын алған әрбір жағдай міндетті түрде қатаң бақылауға алынады. Әрбір жағдай бойынша құқық қорғау органдары тиісті іс қозғау бойынша шаралар қабылдап, тергеу тексерулерін жүргізіп жатыр. Міндетті түрде тағы да әрбір іс бойынша қызметтік тексеру жүргізіліп, егер лауазымды тұлғалар өз міндеттерін лайықты атқармаған болса, шара қолданылатын болады. Жалпы білім саласының басқа да салалардың қызметкерлерінің балалардың қатысты зорлық-зомбылық әрекеттеріне қатысты жауапкершілігі арттырылған. Былтыр әйелдердің құқықтары мен балалардың құқықтарын қорғау туралы заң қабылданғаны белгілі. Осы заңның аясында осы балаларға қатысты орын алған зорлық-зомбылық іс-әрекеттеріне немқұрайымды қараған үшін және уақытылы тиісті құрылымдарды құқық қорғау органдарына хабарламаған үшін бұл лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі күшейтілді. Рахмет, әріптес.
Егемен Қазақстан, Айдана Шотбайқызы сұрақ жолдапты. Президент кешегі құрылтайда біртұтас тәрбие бағдарламасы туралы айтты. Бұл бағдарламаның апробациясы қалай болды, енгізу қашан іске асады, барлық мектепті қамтый ма, жеке меншік мектептерге апробациядан өтті ме, мұндай ұйымдарға енгізу мәселесі қалай? Жалпы осы жұмыстың барысы туралы соңғы нақты толық ақпарат берсеңіз. Бүгінгі дөңгелек үстеліміз барысында негізі ақпарат берілді, қосарыңыз болса. Иә, бұл мәселе бүгінгі брифингтің негізгі өзекті тақырыбы. Біртұтас тәрбие бағдарламасын мемлекет басшысы атап өтті, және бұл барлық балаларды қамтитын жалпы ұлттық сипаттағы бағдарлама болуы тиіс екендігін тапсырды. Біз осы бағытта жұмыс жасаймыз. Бүгін жоспарларымызды айттық. Бағдарлама барлық білім беру ұйымдарына енгізіле бастады. Екі оқу жылы, биыл екінші оқу жылы іске асырылып жатыр. Бірінші оқу жылынан өткеннен кейін біз оны мынау педагогтардың қабылдауы өте маңызды болды. Сондықтан педагогтардың пікірін ескере отырып, және президенттің Атырауда өткен құрылтайда атап өткен 6 топ құндылықтарын енгізе отырып, қайта жаңғыртып енгіздік. Биыл оқу жылынан бастап енгізілді. Енді бұның іске асырылу барысы, апробациясы қалай қабылданып жатыр, қандай нәтиже беріп жатыр деген сияқты мәселелердің барлығы тұрақты түрде қаралып отырады. Жаңа әріптесім атап өтті, сауалнама жүргізіледі. 270 мыңға жуық ата-ана мен 50 мың педагог қатысқан сауалнаманың нәтижесінде сауалнамаға қатысқандардың педагогтердің 82% бағдарлама сынып жетекшілерінің кәсіби дамуына ықпал еткенін атап өтті. Яғни сынып жетекшілері ізденісте, олар осы бағдарламаны қалай балалардың бойына сіңіреміз, осы құндылықтар деген бағытта жұмыс жүргізіп жатыр. 84% бағдарлама оқушылардың белсенділігін арттыруына оң ықпал етті деп отыр. Яғни бұл дегеніміз балаларымыз тәрбие процесіне бағдарлама аясында іске асырылып жатқан жобаларға белсенді түрде қатысуда. Бүгін бір мысал ретінде смарт бала жобасының қатысушысы Арсланбекті шақырып отырмыз ортамызға. Және мынау 71% мектеп пен ата-аналар арасындағы ынтымақтастықтың нығайғанына көңіл бөлініп отыр. Яғни бұл тәрбие бағдарламасы сәтті болады, егер ата-ана мен мектеп бірлесіп жұмыс жасаса. Біз осының артып отырғандығын көріп отырмыз. Нақты мына цифрлардың барлығы сауалнаманың нәтижесі. Ал енді жекеменшік мектептерге қатысты айтатын болсақ, жекеменшік мектептерге қатысты білім сапасында тәрбие мәселесінде министрлік күрделі шешімдер қабылдап отыр. Біз бұл білім мектептерін, жеке мектептердегі білім сапасына да тәрбие процесіне тікелей бақылау жасайтын боламыз. Осы жұмыстардың аясында қазір министрліктің бұйрығына тиісті өзгерістер енгізіліп, жеке мектептермен жұмысты күшейтетін боламыз. Елімізде жалпы 800-ге жуық жеке мектеп білім беру ұйымдары бар екені белгілі. Бұл ұйымдардың барлығына да осы адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы жаңа оқу жылынан бастап енгізіледі. Олар арнайы оқудан өтеді. Біз оның жоспарын қазір жасаудамыз. Көп рахмет. Құрметті спикерлер, уақыт бөліп алаңымызға келгендер үшін алғыс айтамыз. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Сөз соңында қосарыңыз бар ма? Иә, құрметті, әрине тәрбие мәселесі қазір көріп отырмыз. Журналистерді алаңдатады, қоғамды алаңдатады. Сұрақтардың барлығына біз ризашылық білдіреміз. Яғни біз шынайы түрде осы процестер қалай жүріп жатыр екен деген қызығушылықты көріп отырмыз сіздердің тараптарыңыздан. Бұл бірлесе атқаратын шаруамыз, бірлесе атқаратын міндетіміз. Осы жұмыстарды барысында әрқашан біз ақпарат беруге, ақпаратымызбен бөлісуге, және сіздердің ой пікірлеріңізді елдің арасында жүрсіздер, сондықтан сіздердің ой пікірлеріңізді тыңдауға әрқашан дайынбыз. Енді біртұтас тәрбие бағдарламасын әзірлеу кезінде мен жаңа айтып өттім. Педагогтардың пікірі ескерілді, қоғам белсенділерінің пікірі ескерілді, құрылтай мүшелері өздерінің пікірлерін айтты. Бұл пікірлердің барлығы да осы тәрбие бағдарламасын іске асыруға тікелей дамуына тікелей ықпал етті. Тіпті президенттің өзі құрылтай мүшелерінің мынау пікіріне ерекше назар аударып отыр. Бағдарламаның дамуында ол құрылтай мүшелерінің ұсыныстарын мақұлдап, келісіп, мемлекет басшысы
біртұтас тәрбие бағдарламасын адал азамат бағдарламасы ретінде ауыстыруды бізге жүктеді. Сондықтан бұл бағдарлама қоғамның алдындағы ортақ міндет. Министрлік бұл бағдарламаны іске асыруға тікелей жауапты. Сондықтан барлықтарыңызға осыншама қызығушылық танытқандарыңыз үшін алғысымыз шексіз, бірге жұмыс жасауға дайынбыз. Рахмет, әріптестер, аман сау болыңыздар.